Сәлем достар, мен бүгін сіздерге карас балығын тазалап, оны кескілеп және қуыру жөнінде бөлісемін. Міне біздің карас балығымыз, оны тазалап алдық және әрқайсысын осылай бетін, арғы бет, бергі бетін кескілеп шығамыз. Себебі арасындағы майда қылтықтары қуырылған кезде жоқ болып кетеді, бір сөзбен айтқанда. Адамға жегенде кедергі келтірмейді. Ешқандай ұнға аунатпаймыз. Ұн ол майды өзіне тартып алғандықтан ол өте зиян болады. Сол үшін менің кеңесім балықты жай ғана осылай тазалап, өзінің майына, кәдімгі майға қуырған дұрыс, қысып тұрған майға қуырған дұрыс. Міне осылай кескілеп алдық. Пышақ өте өткір болуы керек, сонда әдемі кескіленеді. Кейбір кісілер негізінде кескілеу жолын бұдан да майда етіп кескіледі. Мен осылай кескілеген ұнайды және осылай кескілемін. Балықтың өзінің заттары болған дұрыс, яғни тақтайша, пышақ және қуыратын қазанына дейін бөлек болғаны дұрыс. Менің тақтайшама мән бермеңіздер, осы балыққа арналған тақтайшам. Міне осылай кескілеген екен, бір жуып тазалап алып, осылай табаққа салып қоямыз және бұларды қазір тұздаймыз және дәмдеуіштер саламыз. Балыққа арналған дәмдеуіштер болады, соларды салып араластырамыз. Мен әрқайсысын бірме-бір өзім қолыммен тұздап шығамын және тұздағаннан кейін осылай сипалап шықсаңыздар, өзінің арасына кіріп, тұздары сондай әдемі сіңеді. Балыққа тұзды сәл шамалы көбірек қосқан дұрыс. Қатты көп қосуға да болмайды, қатты ащы болып кетеді. Аз қосуға да болмайды, дәмі келіспей қалады. Тұз астың дәмін келтіреді. Әрине, балыққа арналған дәмдеуіш қосамыз. Ол кез келген дүкендерде толып тұр. Қандай түрі болса да, балыққа арналған дәмдеуішті алып, тұздағаннан кейін кезек-кезек осылай сүйіп шығамыз. Және балықтың барлығын осылай тұздап, дәмдеуіштерді қосып болғаннан кейін 30 минутқа үлкен көлемді затпен табақтың бетін жауып, бір шетке қойып қойсаңыздар, барлығы бір-біріне сіңіп, тұзы да, дәмдеуіштер де бір-біріне сіңіп, сондай керемет дәм болады. Сондай керемет дәм шығады. Міне 30 минут тұрды. Енді мұны қызып тұрған майда екі бетін кезек-кезек аударып қуырамыз. Біріншіден май қаттырақ қызу керек. Тым қатты қызып, көк түтіні шыққанша, тым қатты қызғанша салуға болмайды. Орташа қызу керек. Сәл ғана қызған майға да салуға болмайды. Естеріңізге сала кетейік, балықтың майы ары кетсе 3 рет қана қуырылған майға қуыруға болады. Одан артық болмайды. Кейбір кісілер болады екен, бір балықтың майы деп, бір 10 рет, 8 рет қуырады екен, ол өте зиян. Адамның денсаулығына өте зиян. Осылай қызып тұрған майда арғы бет, бергі бетін кезек-кезек қуырып аласыздар. Кескіленген балықты май қызып тұрғаннан кейін салған кезде ол өте жақсы піседі. Піскен балықты осындай газеттің немесе таза парақтың үстіне қойсаңыздар, артық майын сіңдіріп алады өзіне парақ, және қызып тұрған балық, піскен қызып тұрған балықтың үстіне ыстықтай туралған пиязды саламыз. Және бетін жауып қойып 5-10 минутқа қойсаңыздар, өте дәмі керемет әдемі болады. Ас болсын, жасап көруге кеңес беремін. Пікір ойларыңыз болса, комментарияға жазып кетулеріңізді сұраймын. Қолдау күтемін достар.